Сәлем менің YouTube достарым. Бүгін біз мынандай шоколадты аю жасадық. Кешке отырып қызыммен және немереммен отырып жасадық. Бізге мына аюдың гелевый ыдысы бар еді, сол қажет. Және де Қазақстан шоколадынан екеу, және Рошеннің бір ақ шоколады, 2 анар керек болады. Анарды жақсылап ыдысқа тазалап алдық, бір-бірлеп. Өстіп ашығаннан кейін оны ыдысқа салып, бір-бірлеп түсірдік. Анарды тазалау оңай емес екен. Бізге пышақ керек болды. Пышақпен ашып, ішіндегі дәндерін бәрін ыдысқа түсіріп алдық. Маған онда қызым және немерем көмектесті тазаласып. Анарды былай ыдысқа салып алдық, тазалап. Әжептәуір дәндері тәтті екен, дәмі. Бір-бірлеп тазалап салдық. Және де шоколадтарды мынандай қайнаған судың құйып, оны газге астына от жағып, ыдыста кесеге турап салдық та, оны ерітіп, дайындап қойдық. Оны біздің жаңа жылдық сыйлықтан шыққан Қазақстан 2 шоколадын және Рошеннің ақ шоколадын суда ерітеміз енді. Ода бөлікшелеріне бөліп, кесеге салдым да, одан кейін оны қайнаған судың үстіне ерттік. Осылайша газде қайнап тұрған үлкендеу жайпақ ыдысқа кесеге жаңағыда майда плиткаларын турап алғаннан соң, оны аспен қозғап тұру керек. Сөйтіп, ерітіп, дайындап аламыз. Бұл шақта біздің ерітіп қара шоколадымызды дайындап қоямыз. Дайындап дастарханға қойдық. Енді ақ шоколадты дайындап қоямыз. Өйткені біздің қара шоколадымыз сәл жетіңкіреген ұқсайды. Соны қара мен ақ етіп, әдемі етіп жасамақшымыз.
Енді мына еріген қара шоколадты мына келебей аюдың үстіне құйып дайындап алғаннан соң оны тоңазышқа қойып қатырамыз. Қатырып алу керек. Тоңазышта қатса алынуы оңай болады мына келде. Енді осының жаңа құлақтарына, аяқтарына жеткізіп, шоколадты құйып алу керек. Жақсылап қасықпенен толтырып, ыдыстың әрбір құлақтарына, аяқтарына әдемі шығу үшін міне қатырып, тоңазышта қатырып 10 минутқа қойған екен қатып қалады. Содан соң біз анардан саламыз. Толтырмастан әдемі қылып салып, әрбіреуіне аюдың мынау келебей ыдысына анардың дәнектерін салып шығамыз. Жақсылап ыдысты толтырыңқырап, өйткені жеген кезде анардың дәмі де шоколадпен әдемі тәтті болу үшін мен солай ойладым. Сөйттім де ерітілген шоколадтан бетіне құямын. Шоколадтарды құйып болған соң, оны қайтадан тоңазышқа саламыз. Бір ақ шоколад, қалған 5-еуі қара шоколад болып шығады. Енді мына ақ шоколадты ыстық суға салдық. Несімен сыртында қағазымен сөйтіп ерігеннен соң оны шетін қайшымен кішкене кесіп алып, содан қысып міне толтырдық. Ең әдемі біреуі ақ аю, қалған 5-еуі қара аю болып шықты. Оны тоңазышқа қойған едік. 10 минутта қатып шықты. Міне енді оны ыдысынан алып, тарелкаларға саламыз. Үйдегі 4 немереме, және қызыма осындай шоколадты аю анарымен деген жасап бердік. Өте әдемі шықты. Балалар, мынау менікі деп таласып жемекші. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал егер сіздерге ұнаса, осындай лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеомды соңына шейін көргендерге көп рахмет. Ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау сәлемет көрісуге Алла жазсын. Сәлем менің YouTube оқырмандары. Бүгінгі бұл видеомда мен сізді экран қалай жасағанымды түсірген болатынмын. Сол туралы видеомды көріп тамашалаңыздар. Сіздер маған тіркеліп, лайк басыңыздар, мен қуанған боласыздар. Қазақша контентті
дамытууна үлес кошкон болосуздар. Бул салаттын жасалуы да кыйын эмес. Және де куурдак сыяктуу, жаркое сыяктуу тамактар менен жакшы жеңилди. Эгер сиздерге менин видеом кызык болсо, тиркелип лайк басууду унутпаңыздар. Бул салатыбызга көрүп тургандарыңыздай 5 немесе 6 кызанак, 4-5 кыяр керек болот. Бул видеомда мен баклажандан жана кызанактан жасаган видеомду көрсөтөмүн. Бул видеону мына видеода көрүп турганыңыздай таладагы ушак казанымны азгындай май куюп кыздырып алдым да, эң биринчи кызанактарды, андан кийин баклажанды майга куура баштадым. Ал эгерде осундай кыстык камын жазда ойлатып, банкаларга жабууга да болот. Вот осундай экраны дәми өтө керемет чыкты. Және де казанга салып майга кууруп алгандан соң, onun içine sarımsak piyazdan және де укропты сеуіп қоссаңыз өте дәмді болады. Дәмі де ерекше болады. Сіздің бұны банканы ашып жеген кезде өте тамаша бір тамақтың орнын басады. Сәлем достар. Енді бұл видеомда мен асқабақтан қуырма тұшпара жасадым. Бұл қуырма тұшпара таңғы кездегі шайға өте жақсы жеңеді. Үйдегілеріңізді, кішкентай балаларды да қуантып қоюға болады. Өте жақсы жейді. Ең алдымен асқабақты сақтап Асқабақты ұсақтап турап болғаннан соң, осындай газдегі отқа чайпақта ыдысқа салып, азырақ қайнатылғаныз демдеп қойғаннан соң, асқабақ өзі 10 минутта пісе қояды. Тез пісетін көкөністерден болады. Қақпағын жауып 5-6 минутқа демдеп қоямыз. Міне асқабақ дайын болды. Енді оның суын бөлек алып, суытып қоямыз да тұшпараның қамырын дайындауға кірістім. 200 мл суға бір ас қасық тұзды салып, оны ерітіп, және де бір ас қасық маргарин салып аздап ерітеміз де, бір жұмыртқаны шағып, оны да жақсылап араластырамын. 2 жұмыртқа салған екенін кешіресіздер. Сөйтіп оны жақсылап араластырып, енді дайындап елгізерден өткізілген ұнды қоса отырып, аз-аздан қоса отырып, қамыр елейміз. Аз-аздан қоса отырып, елеген тымтып, қамырды тымтып қоямын.
бұл жұмыртқаны қамырға қосқан кезде піскен кезде ол қытырлақ болып әдемі өте дәмді болып шығады. Енді оны жарты сағатқа илеп болған қамырды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Тынған қамырды алып, енді шпараңышта салатын салманы соны басқа ыдысқа аламыз да, сөйтіп салманың ішіне азырақ шекер, азырақ тұздан себелеп, жақсылап араластырып қоямыз, езіп араластырып қоямыз. Енді асқабақтан бөлек ыдысқа алып дайындап қоямыз. Енді осы ыдысқа салып қойған қамырды алып, оны көп ұсақтау майдалы бөліктерге бөліп қамырды дайындап аламыз. 6 бөлікке бөліп, шелек суалатылар болып дайындап қоямыз. Сонан соң оны оқтаушамен жайып, төрт-төрт етіп кесеміз. Енді оны кесіп, төрт-бұрыштап кесіп, енді кәдімгі күймелі күйгенде етіп күйеміз. Сонан соң оны менде біраз шпарашықты, кішкене дегенше де толатындай болып, енді оларды жасап дайындап қоямыз. Енді газға қызып тұрған табадағы майға бір-бірлеп салып пісіріп алуға болады. Бетін қызартып, дәмді салу үшін салатты қуырамыз. Бұл шпараларды таңғы ас кезінде немесе тамақтан соң шаймен ішкенде өлеңде өте тамаша. Бір рет жасап көрсеңіздер, кейін көп рет жасауды үйреніп қаласыздар.
мындай кереметтей алшалы пирогду духовкасыз дайындадык. Бизге ол үчүн 300 граммдай печенье керек болот.